Армысыздар, құрметті көрермендер. Украина мен Ресей арасындағы соғысқа байланысты ақпараттарды айтуды өздеріңізбен бірге жалғастырамыз. Жалпы Украина мен Ресейдің арасындағы соғыста дрондар қаншалықты қолданылып жатыр деген сұрақ өте өзекті бір сұрақ сияқты. Себебі көптеген адамдар Қарабақ соғысында, Ливияда, Сирияда дрондар өте көп қолданылды және өте көп соғыстың, ұрыстың барысын өзгерте алды. Неге Украинада дәл сол сияқты дрондар кеңінен қолданылып жатқан жоқ деген сұрақты сауалды қойып жатады. Және бұл сауалға байланысты өзімнің субъективті кішігірім ойымды айтуға жөн көрдім. Бірден айтуға тиіспіз, жалпы Украина мен Ресейдің арасындағы соғыс пен Ливия, Сирия немесе Қарабақта болып жатқан соғыстың ауқымы, сипаты мүлде бөлек екенін айтуға тиіспіз. Қарабақтағы соғыс расымен де дрондардың, соққы жасаушы дрондардың өте эффективті жұмыс жасай алатындығын бізге көрсетіп берді. Байрақтар дроны мысалы Арменияның әскери техникасының 50%-нан астамын көзін жойған. Бұл дегеніміз өте бір жоғары деңгейдегі қару екені сөзсіз. Бірақ Қарабақ соғысы мен Украинадағы соғысты салыстыруға келмейді. Екеуінің географиялық ауқымы да, екеуінің қолданылған қарудың деңгейі де мүлде бөлек. Армения тарапы Ресейдің түрлі қаруларын сатып алып, ПВО жүйелерінде С-300 Панцер сияқты қаруларын қолданғанымен олардың саны аз болды, шектеулі болды. Және бұл Қарабақта соққы жасаушы дрондардың кеңінен көсілуіне мүмкіндік берді. Ал Украинада ол мүлде бөлек. Украинада тараптардан Ресейде, Украинада ПРО мен ПВО жүйелерін, яғни зымыранға қарсы, әуе шабуылына қарсы жүйелерді кеңінен қолданып жатыр. Бұл екі жақтың да дрондарды барлаушы, соққы жасаушы, камикадзе дрондарын кеңінен қолдануда, маневрды кеңінен жасауына біршама қиындықтар туындатып отырғанын айтуға тиіспіз. Бірақ тараптар соған қарамастан дрондарды қолданып жатыр. Мысалы, Украина тарапынан отандық дрондары бар және шетелдік серіктестер берген дрондар бар. Осы екі типке бөліп қарастыруға тиіспіз. Отандық дрон ретінде Украина қазіргі таңда 3 дронды кеңінен қолдануда. Ол АИС-100 дроны, бұл Фурия дрондары және Valkyrie дрондары Украина өзі ойлап тапқан. Бұл 3 дрон барлаушы қызметтерін атқарады және ол өте маңызды. Қазіргі таңда енді ұрыс даласында дрондар артиллерия мен зымыран кешендерінің жалпы кез келген әскердің сапалы нәтижелі операция жүргізуінің көзі болып қалды десек болады. Себебі барлаушы дрондар жау нысанының қайда екенін, жау колонналарының қаншалықты санының көп екенін, қай бағытта бет алып бара жатқанын, артиллериялары қандай жерде жасырынғаны, жаудың окобы қай жерде орналасқаны және тағы да басқа түрлі нысандарын көрсетіп отырады. Координаталарын белгілейді. Осыған байланысты жаңағы зымыран кешендері, артиллериялар жаудың нысанына соққы жасайды және операцияны барынша нәтижелі, тиімді аяқтауға тырысады. Дәл сол сияқты Ресейде өзінің барлаушы дрондарын кеңінен қолдануда. Ресейдің барлаушы дрондары ретінде Элерон дрондары қолдануда, Ресей өзі шығарған, және кең ұзақ қашықтықтағы Ресей қазіргі таңда енді Арлан 10 дрондарын қолдануда. Мәскеудің өзінің тілімен айтатын болсақ, ол Арлан 10 дрондары ТМД мемлекеттерінің ішіндегі енді барлау қызметін атқаруда теңдессіз, бұған бір баламасы жоқ, сондай бір дрон ретінде сипаттайды. Алайда енді Украина соғыс көрсетіп бергенде бұл қарапайым басқа дрондардан, басқа барлаушы дрондардан айтарлықтай артықшылығы жоқ, қарапайым ғана дрон. Барлау қызметтерінде Украинада, Ресейде осындай дрон түрлерін қолдануда. Ал енді соққы жасаушы дрондарға келетін болсақ, Украина камикадзе дрондары ретінде Америка Құрама Штаттары берген, Украина соғысына арнайы жасалған Switchblade дрондарын кеңінен қолдануда. Украинаға 300 дана Switchblade дрондар берілді деген ақпарат бар. Бұл дронның ерекшелігі екі түрлі қызметті атқара алады. Бірінші қызметі ол барлау, жаңа айтып өткенімдей. Екінші қызметі ол тек қана барлап қоймай соққы жасай алады. Бірақ соққы жасаған кезде дрон камикадзеге айналады. Бір сөзбен айтқан кезде бұл ұшатын снаряд. Яғни ол арнайы камерасы орнатылған, барлау қызметін атқарады. Ал егерде жаудың нысаны нақтылап айтқан кезде жаяу әскерді көретін болса, немесе броны өте жеңіл бронды көліктердің осал тұстарын, осал бронды көліктерді байқайтын болса, оларға соққы жасау мүмкіндігі бар. Switchblade дрондарының артықшылығы осында. Екінші дрондар ол жаңағы атышулы байрақтар дрондары, Украина байрақтар дрондарында кеңінен қолданып келе жатыр. Әсіресе соғыстың бастапқы кезеңдерінде байрақтар өте көп ресейлік колонналардың жолын тосып, тоқтатып, талқандаған жайлы ақпараттар жетерлік. Байрақтар дрондарында Украина кеңінен қолдануда.
ПВО жүйелерінен Ресейдің түсіп қалып жойылған Байрактар дрондары да бар. Бірақ оның орнын толтыру үшін Киев пен Анкараның арасындағы арнайы келісім бойынша Украинаға Байкар компаниясы соққы жасаушы Байрактардың жаңа партияларын үнемі жіберіп отыруға келісім жасалған. Тіпті 2023 жылы Украинада Байкар компаниясы соққы жасаушы Байрактар дрондарының жаңағы Байрактар дрондарына арналған зауытты сала бастайды. Ресейде өзінің өтінішін жасаған болатын, біз түркиялық соққы жасаушы дрондарды сатып алуға ниеттіміз деп, бірақ Байкар компаниясы Ресейге тіпті еселеген қаржы берсе де соққы жасаушы дрондарды сатпайтыны жайлы нақты өзінің позициясын білдіріп мәлімдеме жасады. Ал енді Ресей тарапы қандай дрондар қолдануда? Ресей форпост дрондарын қолдануда. Қазіргі таңда бұл Ресейдің соққы жасаушы дроны саналады және Израильдік үлгіге негізделіп жасалған дрон делінеді. Бірақ бұл форпост дрондары Байрактар дронымен салыстыруға мүлде келмейді. Барлық сипаттамасы бойынша әлдеқайда артта қалып қалған. Жаңағы қару-жарақ, зымыран алып ұшу мүмкіндіктері де аз. Соған қарамастан Ресей енді дрондар соғысында өзінің мүмкіндігін Украинамен теңестіруге барын салып жатыр. Сол мақсатта ол Қытаймен құпия келісімдер жасауға тырысты, бірақ Қытай мемлекеті Ресейге өзінің қазіргі таңда атақты болып танылатын Winlong дрондарын беруге келіспеді. Дәл сол сияқты Ресей жаңағы Түркияға да өтініш жасаған, бірақ Түркияның жауабы жаңа өзім айтып өткеніндей Ресейді қанағаттандырмады. Сол сияқты Израильге де өтініш жасады. Израиль мемлекеті де Ресейге өзінің дрондарын беруден бас тартты. Ал енді Ресейге дрондарын беруде келіскен бір ғана мемлекет бар екен, ол Иран. Күні кеше ғана батыстық медиалар жалпы Иранның Ресейге дрон бергені нақтыланды деп ақпарат таратты. Бұл бойынша Washington Post және CNN арнайы өзінің мәлімдемелерін жасады. Бұл ақпараттарға назар аударатын болсақ, тамыз айының 19 күні Иран Шахед және Моджахер дрондарын Ресейге бергені жайлы ақпарат бар. 19 тамыз күні олар Мәскеуге бұл дрондарды жіберген дейді. Иран өзінің әуежайында ресейлік ұшақтарға тиеп. Және бұл дрондармен қоса Иран бұл дрондарды үйретуші жаңағы дрондарды білетін мамандарды да Ресейге жібергені жайлы айтылады. Бұл жерде бартерлік қызмет болғаны жайлы ақпарат бар. Яғни Иран өзінің дронын береді, дронымен қатар дронды қолдануды үйрететін мамандарын Ресейге жібереді. Ресей сәйкесінше Иранға су шабуылдаушы ұшақтарын береді және ұшақтарды жөндеу, оларды модернизациялау бойынша арнайы мамандарды жібереді. Осылайша екі елдің арасында бартерлік қызмет атқарылды деген ақпараттар бар. Иран бұл бартерге өте мүдделі мемлекет, себебі 80 жылдардан кейін Иран жалпы санкцияның құрсауында тұр. Авиациялық өнімдерді, ұшақтарды жасауда өте үлкен қиындықтарды көріп келе жатыр. Сырттан әскери қару жасауға арналған техникаларды, технологияларды иемдене алмайды, сондықтан өзінің күшіне ғана сенеді. Ал өзінің күші Иранның барынша жаңағы дербес болуға тырысса да, авиацияны жасауда бір қатар артта келе жатыр. Авиацияны жасауда қиындық көргеннен кейін де Иран авиацияның орнын, яғни ұшақтардың орнын толтыру үшін соққы жасаушы, барлаушы және камикадзе дрондарын кеңінен шығаруға тырысып жатыр. Мысалы, енді Иранда Моджахер дрондарының, Шахед дрондарынан бөлек Абибил дрондары бар. Абибил дрондарының көптеген модификациясы бар, барлаушы қызметін атқаратын. Ясир дрондары бар. 80 жылдардың соңында Ясир дрондары жасала бастады. Қазіргі таңда Иранның барлау қызметтерінде кеңінен қолданылады. Яғни Иран өте көп, жүздеген мыңдаған барлаушы, камикадзе және соққы жасаушы дрондарды жасап шығуға жаңа талпынушы мемлекет. Себебі олар ұшақты жасауда қиындық көреді, ұшақтың орнын саны көп дрондармен алмастыруға тырысып жатыр. Ал енді Ресей ұшақ беруге ұсыныс жасаған кезде Иран бұны бір мүмкіндік ретінде, өзінің ескірген авиацияларын толықтырудың бір мүмкіндігі ретінде көрсе керек, сондықтан осындай келісім жасалды деген ақпараттар бар. Енді Иранның дрондары қаншалықты Украина соғысында өзгеріс әкеле алады деген заңды сұрақ туындайды. Себебі Ресей Иранның соққы жасаушы дрондарын батыс тарап Украинаға берген қарулардың көзін жоюға қолдануға тырысатыны айдан анық. Оның ішінде Хаймарстар және оның ішінде М270 зымыран кешендері бар. Бір сөзбен айтқан кезде осындай заманауи қаруларды Иранның соққы жасаушы дрондарымен жоюға Ресей барын салады. Бірақ бұл жерде бұл дрондар шынымен де операцияларды сәтті жүзеге асыра ала ма деген сұрақ туындайды. Иран бұған дейін өзінің соққы жасаушы дрондарын Ирак пен Сириядағы террорлық ұйымдардың
көзін жою операцияларында қолданған, бірақ Украина мемлекеті ол Сириядағы, Ирактағы ПВО ПРО жүйесі жоқ террорлық ұйымдар емес. Украина мемлекеті ПВО-сы, ПРО-сы апта сайын заманауи қарумен толығып отырған, толыққанды кәсіби әскері бар мемлекет. Сондықтан да Иранның дрондары бұндай ауқымды соғыста алғаш рет қолданылып отыр. Және бұл дрондар заманауи батыстық зымыран кешендеріне қарсы соғыста төтеп бере ала ма деген заңды сұрақ туындайды. Ол радарларға түсіп қалмай ма, зымыран кешендерін алдау мүмкіндіктері бар ма деген сұрақта батыстық мамандар үлкен күмәнмен қарайды. Себебі Иран бұл дрондарды барынша өзінің күшімен жасаса да, РЛС-терді, яғни радарларды алдап өту мүмкіндіктерін игеруі екіталай деген осындай бір болжам айтылады. Және Иран тарапына берілген дрондарға қарсы Америка Құрама Штаттары Украинаға вампир дронға қарсы кешендерін берді. Және бұл кешендер бірнеше аптаның ішінде Украинаға келіп жетеді. Сонымен қатар Украинаға өзге де әуе шабуылына қарсы түрлі қарулар беріліп жатқан біз білеміз. Және бұл қарулар қаншалықты жаңағы Иранның дрондарына қарсы әрекет ете алатынында біз көретін боламыз. Бір сөзбен айтқан кезде бұл қазіргі Иранның дрондары сыналатын нағыз соғыс майдан алаңы болмақ. Және Ресей тиімді бұл дрондарды қолданылатын болса, ендеше Украинаның операция жүргізу мүмкіндіктері біршама тарылады. Ал егерде дрондар өзінің тиімсіздігін көрсететін болса, ендеше Иранның таяу шығыс елдеріндегі дрондар патшалығы аталған имиджіне сөзсіз соққы келеді. Бұл бір. Екіншіден, қазіргі таңның өзінде Иранның Ресейге дрон бергені нақтылы анықталатын болса, ендеше Иранға қосымша санкцияларды салу мүмкіндіктері қарастырылып жатқаны жайлы батыстық медиада ақпараттар жеткілікті. Сондықтан алдағы таңда Тегеран тағы да бірнеше дүркін санкциялық пакеттердің астында қалуы ықтимал. Бір сөзбен айтқан кезде Украина соғысында Ресейдің қазіргі позициялық тығырыққа тірелген жағдайын Иранның дрондары алып шыға ма жоқ па деген мәселені біз алдағы бірнеше аптаның ішінде көретін сияқтымыз. Сау саламатта болыңыздар.